Қонаев қаласында Алматы облыстық мәслихатының тұрақты комиссиясының кезекті отырысы өтті. Жиында өңірдің әлеуметтік, инженерлік және көліктік инфрақұрылымын дамытуға қатысты өзекті мәселелер қаралды. Депутаттар күн тәртібіне 7 тақырып енгізді. Ауыз су, жол, абаттандыру, ирригация және басқа да маңызды бағыттар. Алғашқы мәселе жаңа оқу жылы қарсаңындағы жайлы мектеп ұлттық жобасының орындалуы. Қазір облыста 26 мектептің құрылысы жүріп жатыр, соның 9-ы былтыр пайдалануға берілген, ал биыл қалған 17-сі аяқталады деп жоспарланған. 3 ауысымды оқыту мәселесін шешу үшін қосымша 20 білім беру нысанында күрделі жөндеу жасалуда. Кемшілік кездеспей қоймайды, кемшіліктер жоқ емес, бар. Оның ішінде мына құрылыс жұмыстары, мектептердегі құрылыс саласындағы кемшіліктер, біріншіден сапасы, екіншіден мерзімінің кешіктірілуі, сондай мектептеріміз жоқ емес, бар. Осылардың шешу жолдарын қарастырып, бір жақты біраз компаниялар жаңағы бір жақты сот шешімімен келісімшарт бұзылып, қазір басқа компанияларға беріліп, жұмыстар қайтадан қолға алынып, жұмыстар жүргізілуде. Көлік инфрақұрылымына да баса назар аударылды. Облыстық маңызы бар 192 шақырым жолдың 45% жөнделіп бітті. Ал республикалық бағыттарда Қапшағай Күрті жолын қайта құру, Алматы Бішкек және Алматы Талғар Бәйдібек би трассаларын кеңейту жұмыстары жүргізілуде. Шекаралық маңызы зор Кеген Нарынқол тас жолының 74 шақырымы жөнделіп жатыр. Бұл нысандардың барысын облыс әкімі жеке барып тексерді. Сонымен қатар жылыту маусымына дайындық басталды. Биыл бұл мақсатқа шамамен 10 миллиард теңге бөлініп орталықтандырылған және модульді қазандықтар жөнделуде. 4,5 шақырым жылу желісі жаңартылып, электр желілерін модернизациялау қолға алынды. Апрельде бізде жылыту маусым біткеннен кейін ол жаңағы дайындық содан сразу бастала береді. Ақшалар төленіп, бөлініп, бізден мәслихаттан жүріп жатыр ол жұмыстар. Бізде бір ТЭЦ бар котельный, оны биыл котелдарын бәрін ауыстырып, дайындап, нетіп жатыр. Ол жаңағы біздегі энергонадзор бар, солар өзінің қорытындысын жасап, комиссияны шығарып, сентябрьдің ортасына таман өзінің несін береді, қорытындысын. Бізде бәрі дайын, біздің тарапымыздан. Жиында өрт сөндіру кезінде жұмсалған ауыз судың шығынын өтеу механизмі ұсынылды. Бұл сумен жабдықтау кәсіпорындарының тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге көмектеспек. Сондай-ақ су айдындарын халыққа қолжетімді ету, экологиялық және санитарлық нормаларды сақтау талаптары бекітілді. Елді мекендерді абаттандыру ережелеріне де өзгерістер енгізілді. Аумақты таза ұстау, қоқыс өртеуге тыйым салу, тротуар мен көгалдарға көлік қоймау, шағын архитектуралық нысандарды күтіп ұстау және арнайы техниканың қозғалысына кедергі болатын құрылғыларды орнатпау секілді нормалар енгізілді. Әр аумаққа абаттандыру паспорты жасалып, бақылау мен жауапкершілік күшейеді. Комиссия барлық мәселе бойынша жауапты басқармаларға тапсырмалар беріп, олардың орындалуын бақылауға алды. Мұндай кездесулер өңірдің әлеуметтік және инфрақұрылымдық түйткілдерін дер кезінде шешіп, тұрғындардың өмір сапасын арттыруға бағытталған. Дастан Маратұлы, Жандос Өмірбай, Қонаев медиа.